Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базары жоқ каналы. Бүгін 5 ноябрь 2023 жыл. Мен сіздерге пригородный жаштық экинчи көчө 15 даректен бир сатылуучу үй көрсөтмөкчүмүн. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер мынакей Центральный көчөсүнүн жээги Камчы ата дүкөнүнүн жанында турам. Ушул жердеги эле ошонун туштарындагы эле көчөнүн туугандар. Түндүктү карай басасыздар, оң тараптагы жаштык көчөсү 15-дегі үй бүгүнкү чыгышта сатылуучу үй болуп атат. Бул жерден 243 маршрутка Ош базарына чейин барып, Ош базарынан микрорайондордон барып, Акыр Асанбайга чейин барат. Жана 34-автобус Аламедин базарына чейин барат. Тугандар, бир аз чыгышты карай жүрсөңүздөр, 224 маршрутка менен сиздер түз Дордой базарына чейин бара аласыздар. Эми калган маалыматты мен үйгө жетип берейин. Анан мектеп, садиктерди эле жакын жерде бар тугандар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө дагы жетип келип калдым. Бул мынакей үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү Дарек пригородный жаштык көчөсү 15-үй туугандар. Так, дагы эмне маалымат? Мынакей бул үйүбүздүн көчөлөрү орто кеңдикте, электр энергиясы бар, прожекторлор мынакей орнотулуптур. Жакшы жери, центральный канализациясы дагы бар экен, жана ошондой эле жери 8 соток туугандар. Эң эле түштүк кечиресиздер, түндүк чек-арасы бул жерден башталат. Дарбаза, калитка, забор и түштүк чек-арасы бул жерге чейин. Бул жагы түндүк, бул жагы кечиресиздер, бир аз бүгүн аз уктаган окшойм. Бир алгаштырып кеттим. Кыскасы түштүк тарабынан бул чек-арасы бул жерге чейин, түндүк чек-арасы бул жерге чейин. Андан ары эми коробусуна кирип калган маалыматты бир чөкөдөн берейин. Көчөлөргө мынакей шебен төшөлгөн, электр энергиясы, суу бар экен туугандар. Айта кетчү нерсе, могу жерди биз буга чейин тарткан болушубуз керек, сатылып уже 1,5 алган окшойт. Участок катары чыгарылган болчу буга вакытка чейин туугандар. Эми андан ары бул мынакей короосу жалпысынан жеринин аянты 8 соток, документтер боюнча техпаспорт, кызыл китеп бар экен. Анан бул жакта 13/9 болгон үйүбүз тышкы тарапынан утеплять этилген, тышкы тарабынан текстура чачылган, стенасы бышпаган кирпич и мансардка расчет алыныптыр. Бирок мансард азыркы учурда толук бүтө элек туугандар. Үй 9/13 жана үйдүн батыш тарабында деле заборго чейин каралып, ошончо бош жер, азыркы учурда бактар бар экен. Кааласаңыздар навес кылып, машина кое турган жай кыласыздарбы? Иш кылса, да кенен жери, бул жакта эле мына машина койгонго бир кенен эле бир 3 машина койсоңуздар деле болгодай жери бар экен. Дагы эмне маалымат? Чек аралар баары забор менен тосулган туугандар. Тепкичтер, негизи кирүүчү эшик, төрүндө да хозпостройкалары. Отопление, паровой отопление, көмүр менен жылыткан котел үйдө жылып атат. Жана мына үйдүн чыгыш тарабында ошонча дагы бош жери бар экен туугандар. Окей. Ошонча бош жери. Түштүк чек-ара бул жакка чейин. Батыш чек-арасы, чыгыш чек-арасы кечиресиздер, тети заборго чейин куралат. Аларды азыр да видеонун жүрүшүндө бир чекеден көргөзөм. Сиздерге биринчи болуп үйдүн ички тарабына көргөзөйүн туугандар. Мынакей бул негизги кирүүчү дарбазасы. Мен неге адашып кайра кечиресиздер. Негизги кирүүчү эшиги көрүп тургансыздардай темирден болгон эшик орнотулган туугандар. Мынакей туугандар, бул үйүбүздүн кире бериши, прихожкасы, коридор. Кенен экен туугандар, коридор деле. Так, мынакей бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Бул жакта бир спальня бөлмө, катарында эки чоң зал. Экөөнүн тең зал деген, экөөнүн размери ошол эле чоң экен туугандар. Мынакей. Так, оң тараптан сиздерге маалыматты берип баштайын. Бул жакта мынакей негизи боюнча душтун жайы бар, балдар, кафель. Негизи ушул санузелге расчет алынган бөлмө, бирок азыркы учурда душтары баары сыртта. Бул жерден турбалар орнотулуп, аристон орнотулган. Азыркы учурда кир жууган машина турат. Кааласаңыздар, унитаздын жайы, душтун жайы бар. Аны кое алсаңыздар деле болот экен. Так, азыркы учурда сыртта туугандар душ. Анан ракайын ортосу чыгарылыптыр. И бул жакта кухнясы, мынакей. Кухонный мебелдер,
ракайнан су шығарылған газ электрический плита, батыш тараптан терезе, көйтансадан ремонт. Так. Кухня. Нары. Бұл жақта зал. Батыш тараптан терезе. Люстралар. Ремонт. Отоплениенің батареялары. Так. Нары. Бұл жақта маңайдағы бір чоң бөлмі. Шығыш тараптан терезе, отоплениенің батареялары. Центральный канализация бар. И жерді дағы 8 соты. Жақшы туғандар. Бұл жерде мына бір спальный бөлмесі. Спальный бөлмі. Шығыш тараптан терезе, көріп ремонт туғандар. Қоросын ашып, қалған малматты бір шекеден берейін. Мен қарлы сатылушыйдың қоросындамын. Андан ара. Бұл жақта үйдің түшкі тарауына ажатқанаға чейін қойылған тротуар. И ешіктен кірсек, отопленияның котел жайғашқан. Аристон. И оң тарауында душ жайғашыптыр туғандар. Бері жағында парилка ұқсайды. Мен айын жас көрейік. Шынша әрекет қылын, бірақ көре алғанын. Аны келгенде көре аласыздар туғандар. Есінен сұрақ қалып тұрмын. Андан ары сіздерге бұл тарапта мұндай склад құрылыс материалдар сақталған. Так, и гүлдер. Бұл жанадағы бош жер, қапталдары монайзм тормен тосылған. Үйдің түшкі тарағындағы ажатқанасы стыңас бес қалуы өткен. Шығыш жайра бұл зымторға чейін бұл жақта алма бақтары. Жана бұл үйізін шығыш тарағынан көрініш өтуғандар. Бұл тарағына жер жемшек сенстерділі болып туғандар. Чоң бұл жақта жаңғақ бағы. Топырағы дірі жақшы топырақтай көреді. Қара, ташы жоқ. Жер жемшек сенстер туғандар. Жерді 8 сот өкен. Так. Үйдің түштік тарағындағы қошына менен болған чегараға чейін дағы ұшынша кенен бош алық жайғашқан. Өзімше дағы бір дарбаза қылып қойсаңыздар ділер болғыдай. Жол болса, бөліп сатшылар чығып қалчылы 4 сотығын әделіне қылып. О жерден кенен мұндай жол кергенге жол қылсаңыздар ділер өткен туғандар. Басы бұл үйдің $60,000 сұрау атыптыр. Үй иесі. Анан дағы сөйлеуші болады. Иесінің номер экранда жана описанияда иесі келдеп жазылып тұрады. Соны қылып сөйлешіп көріңіздер. Жана бұл видеоны үй издеген достар туғандар менен бөлішіп кетіңіздер. Ана мәселеміздермен қоштасам, кейінгі чаршыға чейін туғандар. Саламатта қалыңыздар.